Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз бітіру кештеріне арналған мантия бас киімін фетрдан оңай әрі тез жасалу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: сызғыш, қайшы, осындай золотистый лента, шашақ және қара болмаса өзіңізге керек түсті фетр алатын боламыз. Ең алдымен бастың өлшемін өлшеп аламыз. Мысалы 56 болса, біз 56 сантиметр ұзындықты өлшеп аламыз. Сосын енін мен 7 сантиметр қылып алдым. Мен бұны сіздерге үлгі ретінде көрсету үшін солай алдым. Негізі өздеріңіздің бастарыңыздың өлшемдеріне қарай өлшеп қиып алатын боламыз. Осылай ұзынша қиып дайындап алатын боламыз. Сіздерге бордовый болмаса басқа түсі керек болса, басқа түсті фетрдан қиып алсаңыздар болады. Енді басқа бүтін қара түсті фетрдан 17-те 17 қылып тең 4 бұрыш қиып аламыз. Барлық жағын 17 сантиметр қылып өлшеп алып, теңдей 4 бұрыш қиып алатын боламыз. Оны да мен сіздерге мысал ретінде алдым. Өзіңіздің басыңыздың өлшеміне қарай домалақ шеңберінен асып тұратын 4 бұрыш өлшеп қиып алатын боласыздар сіздер. Міне осылай қиып алдым. Енді осыны ұзынша қиып алған фетрімізді бір-біріне ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Жабыстырып алдық. Енді тік 4 бұрыштың ішінен қақ ортасын белгілеп алып, кішкене қайшымен қиық түсіріп, ортасына золотистый жібімізді кіргізіп, ішіне қарай ыстық клей арқылы клейлейтін боламыз. Көрініп тұрған жерін кішкене қара фетр алып, клей арқылы бекітіп, жабыстырып жіберетін боламыз. Осылай жабыстырып жібереміз. Енді басымыздың киілетін жеріне, шеңберін ыстық клей арқылы фетрға, 4 бұрышты фетрімізға орнатып, қақ ортасына келтіріп, ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Бұны негізінен барлық неше түрлі тігу жолы бар. Кардон арқылы, мата арқылы. Мен сіздерге жай түсінікті болу үшін оформление болмаса, тез арада мантия қажет болған жағдайда осылай тез жасау жолын көрсетіп жатырмын. Енді золотистый жібіміздің ұшына жіптен шашақ жасап жабыстырсаңыздар болады, болмаса дайын шашақты жабыстырып жіберсеңіздер болады. Бұны да мен ыстық клей арқылы жабыстырдым. Осылай жабыстырып шығатын боламыз. Міне біздің мантиямыз дайын болды. Тез арада өте жеңіл жасалатын мантияның түрі. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеом ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.